Бүгінгі оқуды жандандыратын немесе жұмыста сергек болуға көмектесетін энергетикалық сусындар жастардың 76% тұтынатын өте танымал сусын. Бірақ тек қана энергетикалық сусындар іше берсек не болады? Бір жұтым жасау және өзіңізді жақсы сезіну бір сәтте ғана. Қант молекулалары дәм рецепторларыңызға тиген сәтте миыңызға дофаминді, яғни қуанышқа және сергектікке жауап беретін гормонды бөле бастайды. Сусындардың түрлі бренд маркасына сәйкес бір бөтелке құрамдағы қант мөлшері 2-ден 14 қасыққа дейінгі мөлшерде түрленіп тұрады. 10 минуттың ішінде кофеиннің денеге енуіне байланысты бөлінген адреналинге жауап ретінде жүрек соғу жылдамдығы және қан қысымы жоғарылайды. Әрбір порцияның құрамындағы кофеин мөлшері сусынның брендіне байланысты 6 граммнан 242 граммға дейінгі шамада өзгеріп отырады. Салыстырмалы түрде қайнатылған кофе құрамында 95-тен 165 мг дейін кофеин, қайнатылған қара шайда 25-тен 38 мг дейін, ал бір бөтелке колада 34 мг кофеин болады. Бірақ газды сусын, кофе және шайдан айырмашылығы энергетикалық сусындарға гуарана сығындысының қосылуы. Оңтүстік Америкада өсетін гуарана өсімдігінің тұқымы кофе дәнімен бірдей болса да, кофе дәніне қарағанда 2 есе көп кофеин береді. Бір күнде 400 мг кофеин қабылдау қауіпсіз болып есептелгенімен, бір порция кезінде 200 мг-дан астам кофеин қабылдау ағза улауына әкеп соғады. 2011 жылы 20 мыңнан астам американдық энергетик сусыны әсерінен жедел жәрдем қызметіне жүгінген. Бұл көрсеткіштің көп бөлігін 18 пен 25 аралығындағы жастар қамтыса, екінші орында 26 мен 39 жас аралығындағы тұтынушылар құрады. Демек, егер судың орнына 7-8 стакан энергетикалық сусын ішетін болсаңыз, жүрек соғу жиілігі мен қан қысымының үнемі артуы жүрек қан тамырлары ауруларына, соның ішіне гипертония немесе қан қысымының жоғарылау қаупіне әкеледі. Зерттеу барысында Австралияның Poison Info Center'ге шалынған қоңыраулардың 7 жылдық деректері қарастырылды. Талданған 297 қоңыраудың ішінде кофеиннен уланудың ең көп таралған белгілеріне жүрек соғу, тремор және асқазан ішек ауруы жатқызылды. 21 жағдайда қатаң жүрек немесе неврологиялық улану белгілері, соның ішінде галлюцинация, ұстамалар, жүрек не артмия ишемиясы болды және кем дегенде 128 емделуші аурухана қызметіне мұқтаж болды. Бір кесе қара кофеде калория мөлшері 5-тен аз, бірақ энергетикалық сусын құрамында қанттың өте көп болуы 8 стакан Red Bullдың калория мөлшері шамамен 850 калорияны құрайды. Бұл сіздің семіздікке және екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қаупіңізді арттырады. Дегенмен де кейбір қатерлерді болжау мүмкін емес. 26 жасар азамат 10 жыл бойы күніне 2 бөтелке энергетикалық сусын ішіп жүрген кезде денсаулығына байланысты айтарлықтай мәселелер болмаған, бірақ түбінде ол кісіде талма болып 3 күндік комаға түсті. Дәрігерлер бұл жағдайды ұзақ уақыт бойы ұйқының болмауы және кофеиннің шамадан тыс тұтынылуы деп түсіндірді. Жалпы энергетикалық сусындарды сирек тұтыну салыстырмалы түрде қауіпсіз, бірақ оларды күнделікті қабылдауға кеңес бермес едік.